Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Жердемекен әруағың қайда мекен, өткен күнің ойласам сайран екен. Аққан жұлдыз секілді ғайып болдың, арамыздан арманда қайран екен. Аққан жұлдыз секілді ғайып болдың, арамыздан арманда қайран екен. Қормалымен, қорғанымен қайран екен. Ақ таңымен, асқарымен қайран Бүгінгі күн асқар тауым шағылып, жүрегімнің бұлшық етінің шымырлап, төбемнен аспан айналып жерге түскен күн. Асыл адамның бізді тастап мәңгілікке кеткен күн, мәңгіге сағындырған күн. Еңіреп еңсем түсіп өкірген күн, анашымның аңырап сыңарын жоқтаған күн. Аласұрып дәрі таппай қиналған күн, тапқан дәрімнің дәрменсіз екенін білген күн, Аллахтың ұлы екенін білген күн. Бір жыл өтті асқар тауым құлағалы, бір жыл өтті анам іздеп жылағалы. Әр күніміз сағынышпен өткенімен жүрегіміз әке деп соғады әлі. Қан болсын, қара болсын, көзінің жасын көл етіп, көңілге ауыр жара салып тарпа салатын әдет емес пе? Қанша қиналсақ та сабыр етіп, мұсылмандық әдеттен аса алмай, бәріміз Аллаға және оған ризамыз. Өмір деген өткінші сәт өтпелі, қатар жүрер көзіменен көктемі. Орынбасар әкемізге жыл толды, міне бүгін арамыздан кеткелі. Сағынамыз, елеңдейміз жабығып, сабыр еттік сары мұңға салынып, дұға қылдық рухына бағыштап, жазмыштың жазғанына бағынып. Зейнеденов мұқым атамызбен Сәлима әжеміз шаңырақ құрып, 4 ұл 6 қыз өмірге әкеліп тәрбиеледі. Әкеміз Зейнеденов Орынбасар Мұқымұлы 1955 жылы 24 наурызда бұрынғы Гурьев, қазіргі Атырау қаласында дүниеге келді. Үйдің тұңғыш баласы, атасы Зейнеден мен әжесі Жәмиляның тәрбиесін алып, ата әжесінің баласы болып өмір бойы қалды. 1972 жылы Қызылқоға ауданы Миялы селосында оқу бітіріп, Гурьев қаласындағы ауыл шаруашылық техникумына мал дәрігерлік мамандығына түседі. 1974 жылы Германия қаласында әскери борышын атқарады. Ішкі істер органында 1976-1985 жылдардың аралығында қызмет атқарған. 1985-2016 жылдарда Қазақстан темір жолында жол серігі болып қызмет етті.
бауырға қамқор, адал жар, көпшіл, балажан әкеміз 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп, 9 немере сүйді. Жан жары, бауырлары мен балаларының атынан жатқан жері жұмақ болсын деп дұға жасадық. Сан сынақтан көрмеп едің жығыла, ғұмырыңа көз тастастан бұрыла, жақсылығың дарысын деп тіледік, балаларың мақсат жанар, орныңдағы темір болат ұлыңа. Орынбасар досыма, қайран менің жан досым, саратаным. Ерте өздің үміттің құлатаңын, ана өмірге аттандың асығыстау, мына өмірдің шығармай алашаңын. Жігітті құшақ сайранын салып бірге, серіліктің сойқанын жағып түнде, таң асырып жүруші құрбылармен көрмеген біз, ренжіп налып мүлде. Тентегедің ақылды сөзге тоқтар, жүректедің намысты нағыз сотқар, орекеңдеп жағашсақ өзің жайлы жақсы адамдар көп екен, сені жоқтар. Ұрпағың да сені ойлап қамығады, немерелер атасын сағынады, жазмышына қу тағдыр басқа түскен бар туысқан қайғырып бағынады. 1 жыл толды Яхиттің жоқтағалы, қайран жүрек ілезде тоқтағалы, бәрі түстей өтті ғой сен ойласам, өртенуге өзегім шақ қалады. Пайғамбарың жарылқап алдыңыздан, пейіш болсын төріңіз жарық нұрдан, алған асу белесің жетістігің, ұрпағыңа өнеге болсын қалған. Аза тұтып жоқтаушы досың Алмас Жәсен ұлы Садықов. Мен басқада, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Әрқашанда биік көре